Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тез әрі дәмді салаттың видео рецептісін ұсынатын боламын. Цезарь салатына ұқсайды, өте дәмді осындай салат жасадым. Және де жасап жеңіздер. Қонақ келген кезде кешкі асқа, түскі асқа өздеріңізге де жасап жесеңіздер, өте әдемі салат болып шықты. Және де видео ұнаса соңына дейін көріңіздер. Және де ең алдымен бізге осылай пекинский капуста керек болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай екі шетін ғана алып, осылай жақсылап, әдемілеп, өзіңізге ыңғайлы етіп, жақсылап, сондай осылай кіші көлемде немесе үлкен көлемде осылай жақсылап турап алыңыздар. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Және де достар, осылай ең бірінші осылай пекин капустасын жақсылап әдемілеп осылай турап алыңыздар. Одан кейін міне осылай помидор, черри помидоры үйде жоқ болатын болса, осылай қарапайым помидорды да турап қолдана берсеңіздер болады. Осылай ұзынша етіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай әдемілеп турап алыңыздар. Жасап жеңіздер, өте дәмді, тез желініп кететін дәмді салаттардың бірі. Үйде бар заттардан мен жасадым. Міне, және де осылай колбаса бар болса, колбасада қосып жіберіңіздер. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп, әдемілеп турап алыңыздар. Колбаса жоқ болатын болса, оның орнына жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Және де осылай свежий қиярымызды осылай жақсылап, әдемілеп, ұзынша етіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай турап алыңыздар. Сол кезде әдемі көрінетін болады. Міне. Және де енді кішкене тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Көп тұз қосудың керегі жоқ, тұзды ащы болып кетеді. Кішкене ғана қасықтың ұшымен жақсылап қосып араластырып алыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де осылай керекті мөлшерде майонезімізді қосып, жақсылап араластырып алыңыздар. Және де айта кетейін, менің каналымда плейлист бар, сол жерден папкаға бөліп қойғанмын. Өзіңізге керекті видео рецептini көрсеңіздер де болады. Қолжетімді заттардан жасалатын кешкі ас түрлері, духовкасы пісетін шоколадный кекстің видео рецептілері де бар. Көріңіздер достар, өте дәмді, қарапайым үй жағдайында жасалатын тағам түрлерін ұсынатын боламын. Және де осылай керекті мөлшерде майонезімізді қосып, жақсылап араластырып алып, осылай ыдысымызға саламыз, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ыдысымызға осылай жақсылап салып алып, үйде бар болатын болса, бетіне осылай сыр теркадан өткізіп, сыр сепсеңіздер болады. Менде үйде сметанковый сыр бар екен. Осыны теркадан өткізіп, жақсылап, әдемілеп, осылай дастарханға, қонақтарымызға, өзімізге дастарханға осылай жақсылап, әдемілеп ұсынатын боламыз. Жасап жеңіздер, өте дәмді салат болып шығады. Цезарь салатына ұқсайды, бірақ құрамдары сәл-сәл өзгешелеу. Жасап жеңіздер, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Салаттың видео рецептісі ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Баршаңызға ас болсын, жасап жеңіздер достар.